Енді кинетикалық энергия бір мысал. Массасы 10 килограмм машина, жылдамдығы V1 10 метр секундтан, жылдамдығы V2 30 метр секундқа дейін жылдамдығын арттырады. Сұрақ атқарылған жұмыста табу керек. Енді жұмыс энергия арасында байланысты біз білеміз. Жұмыс тең кинетикалық энергияның өзгеруіне. Бұл тең болады. Кинетикалық энергия соңғы минус кинетикалық энергия бастапқы. Оны орнына жазайық. 1 бөлінген 2 mv2 квадрат минус 1 бөлінген 2 mv1 квадрат. Сандарды орнына қойайық. 1 бөлінген 2 массамыз 10, жылдамдығымыз соңғы 30 квадрат минус 1 бөлінген 2 масса 10, бастапқы жылдамдық бізде 10 квадрат. Енді байқайтын болсаңыз 30-ның квадраты 900, 900-ді 10 бөлі 2 5, 905 көбейтетін болсаңыз 4500 болады. Мына жерден 10-ның квадраты 100, 10 бөлі 2 5, 100-ді 5 көбейтсеңіз 500 болады. 4500 минус 500 жауап қанша болады бізде? 4000. Онда атқарылған жұмыс 4000 джоульға тең. Енді жұмыс бізде 10 болғандықтан әсер еткен күштер сыртқы болып саналады. Ал егер атқарылған жұмысымыз минус болатын болса, онда атқарылған жұмыс үйкелес күш табиғатына ие болып еді.